Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары. Бүгінгі талқылайтын сабағымыз Unit 6, яғни World of Work. Сабақты көріп бастамас бұрын арнаға тіркеліп қойыңыздар. Шыққан видеоны ең бірінші болып көріңіз келсе, колокольчикті басып қойыңыз. Және де видеоны достарыңызбен бөлісіңіз, ал егерде сұрағыңыз болса, комментарийге жазыңыз. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Ал ендеше кеттік. Exercise 1. Look at the questionnaire on page 53. What are the phrases in blue in your language? Guess from the pictures. Яғни бұл жерде 53-ші бет деп жазып қойыпты. Негізінде қателескен 69-ші беттегі сауалнамаға қарап, көк түсті жазумен жазылған сөздерді өзіміздің тілімізге аударамыз. Яғни қазақ тіліне аударамыз. Бұл жердегі сөздерді аударатын болсақ, яғни біріншісінде do your homework, үй жұмысын орындау. Екіншісінде watch TV and DVDs, теледидар және видео көру. Үшінші ask questions, сұрақ қою. Төртінші revise, қайталау. Бесінші practice, жаттығу. Go to classes, сабаққа бару. Use a dictionary, сөздік қолдану. Copy, көшіру. Study, оқу. Келесі екінші жаттығуда complete the columns with phrases from the questionnaire, then exchange opinions. Яғни сауалнамадағы көк түсті берілген сөздерді мына 4 таблицаға бөліп жазамыз. Яғни fun біріншісі көңілді, boring іш пыстыратын, important маңызды, not important маңызды емес. Оны бөліп жазатын болсақ, фанға, яғни watch TV, теледидар немесе видео көру, бұл көңілді, музыка тыңдау, бұл көңілді. Ал іш пыстырарлық боуринға сұрақ қою және сөздік қолдануды жатқызамын мен. Сөздік қолдану себебі қазір уақытта ешкім сөздік қолданбайды, себебі телефон бар, телефон арқылы аудармасын аударсақ болады. Келесі маңызды important practice, яғни маңызды, біз қайталау маңызды, сабаққа бару маңызды және үй жұмысын орындау және оқу маңызды болып табылады. Келесі not important, маңызды емес, теледидарды міндетті түрде көрмесек болады, бұл маңызды емес. Және we use a dictionary, сөзді қолданбасақ болады. Және copy, көшіру, біреуден көшіріп алу, бұл міндетті емес. Және үшінші жаттығу, look again at the questionnaire on page 53 and listen to a conversation between Piotr and Yana. Which of the questions from the questionnaire do you hear? Яғни үшінші жаттығуда 69-ші бетте берілген questionnaire, яғни сауалнамаға қараймыз және Петр мен Янаның сұрақтарына жауап береміз. Петр мен Яна жайлы айтылған, соны қай сұрақта айтылған, соны жазамыз. Яғни бірінші, екінші, үшінші, төртінші сұрақтарда айтылған. Келесі төртінші жаттығуда listen again and write true or false for sentences 1 till 4. Яғни true or false, дұрыс еместі орындаймыз. Yana usually does her homework, бұл false, дұрыс емес. Piotr never watches DVDs and listens to music in English. Piotr үнемі ешқашан DVD видео қарамайды және музыканы ағылшын тілінде тыңдамайды дейді, бұл false. Yana often revises before a test. Бұл false. Piotr sometimes revises before a test. Бұл true. Келесі бесінші жаттығуда complete the table with the words in blue in exercise 4. Then choose the correct words in the rule. Яғни бұл жерде always, never, often және usually сөздерін қойып жазуымыз керек. Біріншісінде always study, мен үнемі оқимын, бұл аптаның 7 күнінде оқиды. Оған always қоямыз. Келесі екіншісінде
He often studies. Ол жиі оқиды. Яғни бір күн оқымайды, ол 6 күн бойы оқиды, ол жиі болып табылады. Келесі Яна never studies. Яна often studies. Яна often studies. Ол жиі оқиды. Үшіншісі they never study. Бұл жерде ешқашан оқымайды. Бұл жерде барлығында X болып тұрасын, ешқашан оқымайды. Және бұл жерде rule, ереже бар екен. Adverbs of frequency go before or after the verbs дейді. Бұл жерде жиілік істеуі етістіктің алдында немесе кейін қолданыла ма дейді. Бұл жерде жиілік істеуі етістіктің алдында қолданылады. Яғни adverbs of frequency go before the verbs. Яғни before'ды таңдаймыз. Келесі 6-шы жаттығуда rewrite the sentences using an adverb from the verbs in each sentences. Яғни бағанағы жиілік істеулерін өзімізге қатысты етіп, мына сөйлемдерді толықтырып жазамыз. Мен өзім былай жазып шықтым. I always celebrate my birthday. Мен үнемі мен туған күнімді тойлаймын дейді. My teacher never plays music in class. Менің мұғалімім сыныпта музыка ойнамайды дейді. Келесі my friends sometimes do their homework at school. Менің досым сынып жұмысын кейде мектепте орындайды дейді. I never watch TV in my bedroom. I never watch TV in my bedroom. Мен өзімнің ұйықтайтын бөлмемде теледидар көрмеймін дейді. We usually have a big family meal on Sunday. Біз үнемі отбасымызбен тамақтануға барамыз дейді. My dad often plays football дейді. Менің әкем футбол ойнай алмайды дейді. Енді questionnaire, яғни сауалнаманы толтыратын болсақ, are you a perfect student? Сен жақсы студентсің ба дейді. Яғни бұл жерде бірінші сұрақ, do you always do your homework? Сен үнемі үй жұмысын орындайсың ба дейді. Бұл жерде қатып қалған жауап жоқ, себебі әркім өзі таңдауына болады. Яғни сен үнемі үй жұмысын орындайсың ба дейді. Бұл жерде yes always, үнемі, yes usually, yes sometimes, yes кейде дейді. Келесі екінші сұрақ, do you watch TV and the DVDs in English and listen to music in English? Сен теледидар немесе видео көргенде және музыка тыңдаған кезде ағылшын тілінде жасайсың ба дейді. Yes always, yes sometimes, yes never. No never дейді. Келесі үшіншісі, do you ask questions in class when you don't understand дейді. Сабақта түсінбеген кезде сұрақ қоясың ба дейді. Келесі, do you revise before test? Тест болар алдында сен қайталап шығасың ба дейді. Келесі, do you practice English or go to classes outside school? Do you practice in English or go to school outside school дейді. Келесі, do you use a dictionary? Сен сөздік қолданасың ба дейді. Келесі, do you copy other students' homework or tests? Сен басқа оқушылардан үй жұмысын немесе тесттерді көшіресің бе дейді. Келесі, do you listen and study when you are in class or do you talk and play with your friends? Сен сыныпта сен сабақты тыңдайсың ба, әлде басқа оқушылармен, басқа достарыңмен ойнап отырасың ба дейді. Келесі, reading a day at school, яғни оқылым, мектептегі күнім дейді. Мектептегі күн дейді. Бұл жерде бірінші жаттығу build your vocabulary.
Look at the school subjects on page 44 of the workbooks and look at 1 till 5. Do you study this at school? What other subjects do you study? Бұл жерде workbookты қолданып тапсырманы орындау керек екен. Мен workbookқа бөлек видео етіп шығарамын, сондықтан сол видео арқылы көрсеңдер болады. Келесі екінші жаттығу read and listen to the text. Which subjects are difficult for Paul? Back to school деген текстті оқимыз. Бұл жерде Паул есімді 42 жастағы ер адам мектепке барады және ол баласымен бірге бір сыныпта оқиды. Сол жайында айтылған осы текстті оқимыз және Паулға қандай пәндер қиын болды дейді. Оған жауап беретін болсақ, ICT and French are difficult for Paul. Паулға информатика және француз тілі сабақтары қиын болды дейді. Келесі үшінші жаттығу read the text again and write true or false for each sentence. Текстті қайттан оқимыз мұны текстті, одан кейін дұрыс емес екенін сұрақтарға жауап береміз және дұрыстаймыз дейді. Бұл жерде Paul is a teacher дейді, false, дұрыс емес. Paul is Matt's father. Паул мұғалім бе дейді, жоқ, Паул ол Маттың әкесі дейді. Келесі екінші Mr. Murphy teaches English дейді. Mr. Murphy мырза ағылшын пәнінен сабақ бере ме дейді, жоқ. Ол Mr. Murphy teaches maths, ол математика пәнін оқытады дейді. Үшінші Matt doesn't study Latin. True, бұл Matt латын тілін оқымай ма дейді. Бұл дұрыс. PE isn't Paul's favorite subject. Дене шынықтыру сабағы Паулдың сүйікті пәні ме дейді. Yeah. The French teacher speaks English in class. False, дұрыс емес. Француз сабағынан беретін мұғалім ағылшын тілінде сөйлей ма дейді. The French teacher doesn't speak English in class. Ағылшын тілі мұғалімі француз тілінің мұғалімі сабақта ағылшынша сөйлемейді дейді. Келесі төртінші about you, ask and answer the questions. Бұл сен туралы дейді. Өзің туралы сұрақтарға жауап бер дейді. Бұл жерге жазбасам да болады. Бұл жерге әркім өзі жауап беретін болады. Яғни, мен аудармасын айтып беретін болсам, what's your favorite subject? Сенің сүйікті сабағың қандай дейді. Екінші, which subjects are easy and difficult? Сен үшін қандай пәндер қиын және оңай дейді. How many classes are there in your school day? Сенде бір күнде қанша сабақ болады дейді. Келесі, are your teachers strict? Сенің мұғалімің қатал ма дейді. Осы сұрақтарға жауап береміз және сабақты көшіріп қана қоймай, өте мұқият түсініп жазамыз.